Өзінің актерлық қырынан танытқан Әли Оқапов жақында отандық телеарналардың бірінде көрсетілген телехикаяға түскен еді. Бұл оның дебюттік жұмысы. Сондықтан ба әлде спортшыны сомдағандықтан ба Оқаповқа бұл жоба оңай тимеген көрінеді. Жағдай қиын болды, өйткені біз спортшыларды ойнағандықтан тура солар сияқты жұмыс жасадық. Шынында да денемізді шынықтырып, шаршағандықтан жерде жаттық. Бірақ телехикая жарыққа шыққанда Әлиге сомдаған рөлі онша ұнамаған, өйткені әнші өзін спортшылардың қатарына жатқызбайды. Мен өз-өзіме онша ұнамадым, шын айтам, өйткені ол жерде сондай бір керемет спортшы болдым деп айта алмаймын, алайда тырыстым. Бірақ Оқапов бұнымен тоқталмайды. Ол болашақта ұсыныс түсіп жатса тағы да басқа картиналарда төбе көрсетіп қалуы мүмкін екенін жасырмады. Шынымды айтсам, осындай ойлар бар. Әрине, мен керемет актермін деп айта алмаймын. Телехикаяны қараған кезде де нашар ойнағанды байқадым. Енді осылай өсеміз ғой. Айтпақшы, Әли жуырда жазылған жаңа не бейнебаян түсірмек. Мүмкін сол жерде әнші осыған дейінгі сұхбаттардың бірінде айтқан сүйіктісін көрсетіп қалар. Негізі бейнебаянның сценарийін өзгертік, мүлдем басқа оқиға болады. Басты кейіпкер бар, бірақ оның кім екенін кейін білесіздер. Ендеше күтіңіздер. Басты кейіпкердің кім екенін бейнебаян жарыққа шыққанда білетін боламыз.